Достар, мен осы Q-Photo компаниясын ашатын кезде осы сала бойынша жетістікке жеткен компанияларды зерттедім. Соның ішінде ресейлік біздің жерлесіміз негізі Оскар Хартман мырза осы автокөлік саласына инвестиция салатын кезде ол да осы саланы зерттеген екен. Сол кезде экономика қанша төменге құлдырап кетіп жатса да, жүрілген автокөліктер бойынша бизнес әрқашанда дамып отырған екен. Соның дәлелі ретінде қазір бізде кризис болып жатса, бүкіл дүние жүзінде жүрілген автокөліктер сату бойынша бизнестер ешқашан тоқтамапты. Соның дәлелі біздің Q-Photo компаниясы. Қазір де бізде көліктер жақсы сатылуда, әрқашанда сұранымға ие. Өйткені көліктер қазір сіздің жұмысыңызды бітіретін бір құрал сияқты болып қалды. Міне өздеріңіз қазір көріп отырғандай, қараңыздар, қаншама автокөліктер бар. Қаншама автокөліктер бұларға сатылып жатыр, алып жатыр. Міне профкалар болып жатыр сол үшін. Сондықтан достар, бұл сала өте тиімді сала екенін тексеріп көрдім. Және де осы сала бойынша Ресейге барып қайттым. Ресейде үлкен осы Профи деген компаниялар, Апельсин жаңағы Руслан мырзанікі, Автосет РФ деген компаниялардың барлығы миллиард оборот айналдырып отыр екен. Қаншама адамдарға жұмыс орындарын беріп отыр. Және де система қойып тастаған бизнестеріне соларды жаңағы мен өзімнің компанияма енгізу мақсатында осы компаниялармен достық қарым-қатынастамыз. Қазір ол кісілерге де шекараны ашқаннан кейін барып қайту жоспарда бар. Ол кездің барлығын сіздерге осы біздің YouTube каналымызда бөлісіп отыратын боламыз. Сонымен қатар достар, өзіміздің осы автокөлік саласы бойынша жаңа көліктер сататын Астана Моторс компаниясын құрған Нұрлан Смағұлов ағамызды да зерттеп көрдім. Всем пацанам хотелось машины. Мне тоже хотелось машины. У меня не было в семье машины. У отца не было машины, у меня не было машины. Мне как-то обидно все это было. Почему у всех есть? У меня даже велосипеда в детстве. Ол кісі өзінің осы бір сөзінде, сұхбатында автокөліктерді анау 90-шы жылдары шетелдерден әкеп сатқан кезде 300-400% ақша алған екен. Я думал, как купить машину. И тут полетел я в Тольятти. Приходим на площадку, стоит 1000 машин. Голод, дефицит. 1000 машин стоит. Это был 91 год. У меня были деньги на 20 машин. Я взял с собой таксистов, и мы начали перегонять с Самары. Вот эти все перепития, рэкетиры, по ночам подходишь к фурам, платишь им деньги, они вот так в круг становятся. Мы заезжаем туда, чтобы нас не заметили эти, лихие молодцы. И мы ночью так, фуры нас охраняют, чтобы нас не заметили, а утром мы выезжаем и быстро едем в Казахстан. В Казахстане чуть легче было. Я случайно познакомился с одним японцем в Алмате. Он меня пригласил в Японию. Я в 92 году прилетел в Японию. Она меня сейчас удивляет, а в тот момент я вообще попал на другую планету, там, как пятый элемент Люка Бессона. Все в огнях, все культурно, все очень чисто. И меня приводят в компанию Ниша Ивай, там 30 этажей. Они приводят меня в Toyota Motor Corporation. В Нагое едем, в город. То есть меня принимают по самому высшему разряду. Мы садимся в кабинете, они говорят, вот на меня показывают бизнесмен. Но у меня, понятно, ничего нету, даже у меня там был только арендованная часть павильона на ВДНХ. Но все равно говорят, вот хочешь купить машины. И я купил 20 машин. Через 2 месяца я приехал и говорю, хочу купить больше машин. 40. В тот момент у меня был Эльдорадо. Представляете, Казахстан, да, 92 год. Я занимаюсь Toyota. Я мог бы тут любой бренд привезти. И мы привозили, и Hyundai привозили, и Volvo, и американские машины. Мы стали уже расширять свою компанию. Сегодня у нас 11 брендов. С нами еще хотят работать другие бренды. Мы сегодня занимаем больше 30% доли рынка.
және де автокөліктерді автосалонда сату деген бізде Қазақстанда болмаған екен. Осы Нұрлан Смағұлов ағамыз сол кезде барахолканың кезінде, сол барахолканың шетінде сатқан екен көліктерді. Сол кезде Арбатқа, Арбат емес, Әуезов бойындағы выставкаға Атакентке алып келіп, достар, сол жерге автокөліктерді салонда сататындай жағдай жасаған екен. Ең алғашқылардың бірі болып, Астана Моторстың жанынан өтіп бара жатырмыз, достар. Қараңыздаршы, өте үлкен компания болып, және де жаңа автокөліктерді, Toyota автокөліктерін осы біздің нарыққа кіргізген осы Астана Моторс десем болады. Қазір өздеріңіз біліп отырсыздар, Нұрлан Смағұлов ағамыздың Астана Моторс компаниясы уже нарықта 25 жыл. Өте жаңа көліктер бойынша заводтар салуда, жаңа көліктерді сатуда, және де басқа да бизнес салалар бойынша инвестор болып, мегацентр сияқты үлкен мегацентрден де басқа үлкен сауда орындарын салуда. Менің арманымда, мақсатымда, ойымда негізі қазақ еліме, жеріме өзімнің пайдамды тигізу. Мен де кезінде авторынок, ол кезде бізде Карситидің жанында болған. Карситидің жанында Момышұлы, Төле би, жаңағы Карситидің жанында Төле би бітетін кезі, Төле бидің біткен жерінде, сол жерде авторынок болды. Мен ең бірінші өзімнің автокөлігімді 2001 жылы сол Mazda автокөлігін сол жерден барып бір түріктерден алған болатын, әлі есімде. Алғашқылардың бірі болып ауылға апарған кезде оның терезесінің бәрі электрически ашылатын, түсетін, люк болатын. Содан кейін ең бірінші руль гидравлика болғаннан кейін Гаспиатри трактордың және де біздің гурсыз автокөліктерді айдап үйреніп қалған достарым, сол жақтағы ауылдағы келіп қараған класстастарым сол кезде әлі есімнен кетпейді. Рөлді бұрып-бұрқап, мынау рөл жоқ қой деп қойды мысалы. Потом терезе электрически ашылғанына қарап таңғалатын, ол 2000 жылдары. Аппақ свет, титановый диски, глюгі бар үстінде. Сол автокөлікті өзім жалғыз барып, сол түріктерден қалай алу керек екенін де білмеймін, негізі доверенностьпен 3 айға жаздыртып алып, ақшасын беріп алып кеткем. Сол кезде или жаңағы түріктер сенді ма білмеймін. Жаңағы мен өзім ақшамен жалғыз жүрмін, ақшаның бәрін көрсетіп жүрмін. Сол мен доверенностьім уақыты бітіп қалып, әкем екеуміз келіп олардан жаздыртатын кезде, сол кезде сол түріктер айтады да, жап-жас жігіт қолында мешок жаңағы ақшаны ұстап алған дейді. Ол кезде 5 теңгелік, 3 теңгелік деген сияқты топан ақшалар болатын. 10 теңгелік деген Шоқан атамыздың суреті. Сондай. Соны ұстап алып, машина алам деп келіпті, жүргенде біз таң қалдық дейді сол кезде. Ең алғашқы көлігімді солай алған болатын, достар. Одан кейін бірнеше 100 көліктер алдым, саттым. Қазір өздеріңіз көріп жүргендей, осы көлік саласы бойынша қандай жолда кедергілер кезігеді, қандай жаңағы проблемалар бар, соның бәрін білем. Сондықтан да осы сала бойынша мамамын деп айтсам да болады. Автокөліктердің бір жақсысы, достар, сіз оны автокөліктердің бағалары, жүрілген автокөліктердің бағалары жылдан жылға өскені болмаса, ешқашанда олардың бағалары төмен түскен емес. Мысалға айтатын болсақ, Toyota Camry 30-ка, 40-ка автокөліктерін айтып тұрмын, мен 2010 жылдары 3 миллион, 4 миллионнан сатқан болсақ, қазір олардың бағалары сол 3 миллион, 4 миллион, керісінше одан да жоғарылап жатыр. Автокөлік ол негізгі бұрынғы ерте кезде мысалы ер балалардың қызығатын ат болса, ал қазіргі кезде еркектің жалпы қызығатыны ол автокөлік деп ойлаймын. Мен өзім осы автокөлікті қаншама жерлерге барып қайттым. Оны бір өзімнің астындағы атым, серігім сияқты көремін. Өйткені ол сіздің бүкіл мысалы жүріп өткен жолыңызды көрсетеді, жолда қаншама эмоциялар сіз аласыз.
және таныстықтарға келеді. Қазір өте техникалар дамып, автокөліктердің түр-түрі шығып жатыр. Соны біздің қазақ халқы да мінсін деген мақсатпен, және ол қолжетімді болсын деп, осы Q-Food Тұлпар компаниясын құрдық. Оның негізгі мақсаты, достар, автокөлік таңдағанда қателеспеу. Біз енді барынша өз шамамыздың келгенше барлық жағдайды осы автокөлік таңдау мақсатында жасайтын боламыз. Және де шамамыз келгенше осы компанияда бізден алған көліктердің барлығы жағдайларын жасап, қазір әртүрлі жағдайларды біз қарастырудамыз. Өйткені сол көліктерді жақсы состоянияда ұстау үшін біз өзіміздің естомызды ашу мақсатымыз бар. Және де сіздер сол көліктеріңіз бұзылып қалған жағдайда бізде тегін келіп жасатып кететін, сондай өзіміз алдымызға үлкен мақсаттар қойып отырмыз. Алла қаласа, әрбір адамның келген ойы, ол ой бекерден бекер келмейді. Сол ой келетін болса, Аллах тағала оның іске асуына да өз жолын көрсетіп, өз мүмкіндіктерін беріп қояды. Сондықтан да ол да бізде алдағы уақытта орындалатын ой деп ойлаймын. Және де біздің шетелден алатын тәжірибелеріміз өте көп. Сол бойынша қазір границаны ашылатын болса, алдағы уақытта менде командировкалар бар. Шетелдерге осы Ералы бауырымды алып, бірге осы YouTube каналымызға мәліметтер түсіріп, барып келетін боламыз, достар. Соның барлығын осы біз YouTube каналымызда сіздермен бөлісетін боламыз. Сондықтан да біздің YouTube каналымызға жазылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, ойларыңыз болатын болса, жақсы идеяларыңыз болса, компаниямыздың өсуіне сол пікірлеріңізді төмен жағына жазып, тастап кетіп отырсаңыздар, біз әрбір жазылған пікірді қарап, сол бойынша жұмыс істейтін боламыз.